Кемпірінен айырылған қария үшін әр күн өткен шақпен өмір сүріп, сағынышпен тыныстау. Жары жоқ қарияның жан дүниесі, бір кездері күлімдеген көздердің енді мәңгі жабылған сезінетін ауырлық. Кемпірінің орны көзге көрінбегенімен, жүректегі ең ауыр бос кеңістік. Жалғыз қалған қария үшін қосағымен бірге кеткен тек өмір емес, болашаққа деген сенімде сияқты. Кемпірінен айырылған қарттықтың жүрегі қосағы кеткен соң жартылай бос қалған әлемде сезіледі. Кемпірінен айырылған қарттың жан дүниесі, жанарындағы мұңсыз айтылған үнсіз өлең. Қарттықтың ең үлкен сыны өмір бойы бірге болған жарынды жоғалтып, сол бос орынды қабылдау. Қосағы кеткен соң қарияның өмірі жанын ауыртқан естеліктермен бірге үнсіз ұзаққа созылатын сағыныш. Кемпірінен айырылған қарияның әр тынысы сағынышпен ұласқан үнсіздік пен жалғыздық. Қосағының жоқтығы қария үшін уақыттың тоқтап қалғандай әсері, ал естеліктер ғана жанды жылытады. Қарттықтың ең ауыр жүгі қосағының жанында болмауы, ал жалғыздың сол жүкті екі еселеп ауырлатады. Кемпірінен айырылған қарияның жүрегі бір кезде оттай жанған махаббаттың енді мұң мен сағынышқа айналған айнасы. Өмір бойы бірге болған адамың мын жоғалтқан қарияның көңілі жылдар өткен сайын тереңдеп бара жатқан сағыныш теңізі. Қартайғанда жанға демеу жылы сөз бен сыйластықтан артық байлық жоқ. Қарияның жүрегін жылыту үшін бір мейірімділік, бір қамқорлық жеткілікті. Қарттықта ең үлкен байлық жаныңда сүйеніш болатын жақын адамының болуы. Жалғыз қарттықтың өмірі кешіккен сөздер мен естеліктерге толы бос уақыт. Қартайғанда жалғыздық сырттай тыныштық болып көрінгенімен, ішкі жанның жарасы тереңде. Жалғыз қалған қарияның жүрегі жылдар бойы жиналған сағыныш пен мұңның айнасы. Қартайғанда жалғыз қалу, әлемнің ортасында тұрып, өзіңді бос кеңістікке қалғандай сезіну. Жалғыз қарт үшін уақыт баяу өтіп, әрбір сәт сағынышпен ауырлайды. Қарттықтағы жалғыздық тек жанындағы адамдардың жоқтығы ғана емес, жүректегі үміттің де жоғалуы. Жалғыз қалған қарияның күндері үнсіздік пен естеліктерден құралған ауыр жол. Өмірді еске алу, әр сәттің құндылығын түсініп, өткенге ризашылықпен қарау. Өмірді еске алған сайын жүректегі естеліктер жаңа өмірге тыныс беріп, жанды жылытады. Естеліктер жан дүниенің жазылмаған кітабы. Онда әрбір сәттің мәні сақталған. Өмір жолын еске алу жан дүниенің байлығын ашып, әрбір өткен күнге шүкіршілік айту. Өткен шақты еске алу жүректің сағынышпен бірге жылулық пен қанағаттану сезімін алып келеді. Естеліктер өткеннің ғана емес, болашақтың да айнасы. Олардан әрдайым күш табуға болады. Қартайғанда рухани демеу адамның жүрегіндегі жылулық пен шынайы құрмет. Өмірді еске алу өткеннің суреттерін жүректің тереңінен шығарып, оларды қайтадан сезінумен тең.